Сәлем достар, бүгін біз сіздермен құймақтан жасалған торт дайындаймыз. Ең алдымен айранымызды құйып, үстіне ас содасын салып, араластырып 5 минутқа қалдырамыз. Айран мен ас содасы реакцияға түсіп, айранның бетінде осындай майда-майда көпіршіктер пайда болады. Үстінен жұмыртқа, қант, тұз, өсімдік майын салып, жақсылап араластырып аламыз. Массамыздың үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз, жақсылап араластырып, үстінен еліктен өткізілген ұнымызды аз-аздан салып, іртіксіз біркелкі масса дайындаймыз. Дайын болған массамызды қызып тұрған табамызда екі бетіне аударып, пісіріп аламыз. Тортымыздың кремін дайындау үшін бізге сүзбелі ірімшік, 33% салқын кілегей және қант ұнтағы керек болады. Барлығын бір ыдысқа салып, бірнеше минут қою болғанша араластырамыз. Біз құймақтан жасалған тортымызды жинаймыз, ол үшін бізге протеин керек болады. Құймақтарымызды видеодағыдай орналастырып аламыз. Үстінен кремімізді жағып, бір-бірден құймақтарымызды салып отырамыз. Мен арасына банан салдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген жемісті салуға болады. Құймақтан жасалған тортымыз дайын болды. Бетін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі етіп сәндесеңіздер болады. Бізде осындай құймақтан жасалған өте нәзік торт дайын болды. Егер сіздерге ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Келесі рецепттерде көріскенше.